Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге тәбетті ашатын ачечок салатының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына қызанақ, пияз, сарымсақ, тұз және қызыл бұрыш керек. Ең алдымен қызанақты жарты дөңгелектеп, өте жұқалап, турап шығамыз. Пиязымызды да дәл қызанақ секілді жұқалап жарты дөңгелектеп тураймыз. Сарымсақты өте майдалап тураймыз. Содан соң дәміне қарап қызыл бұрышымызды, тұзымызды салып, барлығын бір келкі араластырамыз. Салатымыз дайын. Бұл салатты палаумен ұсынсаңыз, тәбетті өте керемет ашады. Палаудың рецептісі менің каналымда бар, өтіп қарасаңыз болады. Видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.